Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзімнің анамның рецептісіменен наурыз көженің қалай жасалу әдісімен бірінші рет бөлісейін деп отырмын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, осы видеоның басынан соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі тары, арпа, бидай, қайнатылған құрт және айран немесе осындай қатық керек болады. Бізге ең керек бастысы етіміз болады. Менде бұл жерде сүрленген жылқының қазысы мен еті. Етімізді толықтай жақсылап жуып, тазалап, қазанымызға салып, үстіне су толтырып қайнататын боламыз. Бұл жерде мен сіздерге бір лайфхак айтайын. Мен қазыны осылай қайнатқанда жарылып кетпес үшін пищевой пленкаге орап салдым. Үстінен толтыра суық суымызды құйып, жылқының еті болғандықтан отқа 4 сағаттай қақпағын жауып қайнатамыз. Ендігі кезекте біз барлық қосатын арпа бидайымызды, тарымызды осылай тазалап, бірнеше қабат жуып, үстінен ыстық суымызды құйып, 3 сағатқа осылай қақпағын жауып бұқтырып қоямыз. Міне арпамызды да тап-таза қылып жуып шайып алдық. Ары қарай үстінен ыстық суымызды құйып, 3 сағатқа қақпағын жауып бұқтыратын боламыз. Бұл жерде тек қана тарыны ғана тазалап жуып аламыз, бұқтырмаймыз, өйткені тары тез пысатын болғандықтан. Міне етіміз де осылай бір қайнағанда көбігін тарқатып алмай жақсылап көбігінен тазалап сүзіп алатын боламыз. 3-4 сағаттай уақыт өткеннен кейін етіміз өстіп бұлбырап, айбат болып пісіп шығатын болады. Етімізді пісіп келген кейін осылай сүзіп, сорпасынан сүзіп алып тастаймыз. Ары қарай сорпамызды да осылай мөп-мөлдір қылып сүзгіден өткізіп алыңыздар. Содан кейін барып отқа қойып, жаңағы барлық бұқтырылып тұрған арпа бидайымызды саламыз бірінші. Бірінші кезекте арпа бидайымызды салып, жақсылап араластырып, отқа қойып, арпа бидайымызды пісіріп алатын боламыз. Ендігі кезекте арпа бидайымыз пісіп болғанша біз етімізді де турап дайындап қоямыз. Бізге көжеде етіміз ірі әрі жіңішке болған ұнайды, сондықтан ірірек жіңішке қылып турайтын боламын. Бұл жерде әркімнің өзінің қалауы біледі, етті қалай турап салса да бізге осылай турағаны ұнайды. Сонымен қатар қазымызды да осылай жіңішке қылып турап аламыз. Мен қазыны етпен бірге қазанға салмаймын, тек көжеміз пісіп болғаннан кейін ғана тәрелкемізге құйып бергенде ғана қазымызды бетіне салып беретін боламын. Міне арпа бидайымыз да пісті. Енді әбден осылай арпа бидайымыз пісқаннан кейін үстіне алдын ала дайындап жуып тазалап қойған тарымызды саламыз. Тарымыз тез пісатын болғандықтан бірден етімізді де салып жіберетін боламыз. Ет пен арпамызды да осылай 15 минуттай қайнататын боламыз. Міне құрметті көрермен, 15 минуттай уақытымыз өткеннен кейін тарымыз да пісіп шығатын болады. Ендігі бізге керегі қамыр керек болады. Қолдан жайылып кесілген, кептірілген қамырымызды салып пісіретін боламыз. Қамыр тез пісетін болғандықтан қамырымызды тек қана бір бұрқ еткізіп пісіріп алсақ жеткілікті. Енді осыны қақпағын жауып пісіріп алатын боламыз. Міне достар, осымен біздің көжеміз дайын. Наурыз көжеміз. Сіздерге ұнаса міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайктарыңызды басып, жақсы пікір жазып, қолдау көрсетіп қойыңыздар.
Айран мен қайнатылған құртымызды мен алдыларына ұсынатын боламын. Әркім өзінің қалауы бойынша тәрелкелеріне салып араластыратын болады. Сонда біздің көжеміз ешқандай бұзылмай, суық жерде ұзақ сақталатын болады. Керек кезде алып өздеріңізге қайнатып іше беретін боласыздар. Әмбе бағана айтқанымдай қазымызды осылай тәрелкемізде көженің бетіне салып беріп ұсынатын боласыздар. Міне дайын, астарыңыз дәмді болсын. Бүгінше осы, құрметті көрермен, сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі менің видео рецептіме санды торт шығатын болады. Міндетті түрде күтіңіздер, жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыздар. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы, келесі видеода кездескенше.